Сәлем достар, бүгін мен печенье дайындадым. Ең қызығы рецепттен 2 ингредиентті алып тастадым. Сонда печенье өте дәмді болып шықты. Қандай ингредиенттер екенін видеоны соңына дейін көріп, тауып көріңіздер. Алдымен ыдысқа жұмсарған сары майды саламыз. Кейін қант ұнтағы мен шымшым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ерекше хош иіс беру үшін даушын қосамыз. Осы жерге 2 жұмыртқаны жарып қосып, қайтадан барлығын араластырамыз. Ұн қопсытқышпен ұнды араластырамыз. Біртіндеп ұн қопсытқыш араластырылған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызға үгітілген мол нан шоколад қосамыз. Ас үлдіріне қамырды салып, қамырдан осындай шұжық тәрізді пішін жасап, дәл 1 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Қатқан қамырды пышақпен кесеміз. Қараңыздаршы, қандай әдемі, тегіс біркелкі пішіндер шықты. градуста небәрі 20 минут пісіреміз. Ал сіздер мен қандай ингредиенттерді алып тастағанымды таптыңыздар ма? Пікірге жазыңыздар. Кофеиндегідей өте дәмді, ауызда еритін шоколадты печенье дайын.